Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Біздерде келесі 5-ші дәріс жол желектерінің желілері дегеніміз не, жабын түрлері және оның құрылғысы. Бұл дәрісте қарастырылатын сұрақтар: жол желектерінің желілері, жол желектерінің желілері дегеніміз не, жол желектерінің жабын түрлері, жабындардың құрылыс әдістері, жол желектерінің жабындарының құрылымдық талаптары және қорытынды қарастырылады. Жол желектерінің желілері дегеніміз не? Бұл презентацияда ландшафт дизайндағы жол желектерге арналған біз жабын түрлерін және олардың құрылысын қарастырамыз. Жолдардың эстетикалық және функционалдық аспектілерін талқылайтын боламыз. Жол желектерінің желілері мен жабындары бұл көлік және жаяу жүргізушілердің қозғалысын ұйымдастыруға арналған арнайы құралда құрылған жолдар жүйесі. Бұл жүйе қауіпсіз және тиімді тасымалдауды қамтамасыз етеді. Жол желектері құрылымы және олардың жабындары жолдың пайдалану мақсаты мен жұмыс істеу шарттарына сәйкес болуы қажет. Жабындардың түрлері мен олардың құрылымы әртүрлі климаттық жағдайларда жүктеме және пайдаланушының қажеттілігіне сәйкес таңдалады. Жол желектерінің желілері дегеніміз не? Жол желектеріне анықтамасын айтып кетсек, бұл жолды көлік және жаяу жүргіншілердің қажеттілігіне сай құрылымдылықтарға бөліп, олардың арасындағы байланысты қамтамасыз ететін жүйе. Қолдану аймақтары: қалалық көшелер, жолдар, ауылдық жолдар, автотрассалар, әлеуметтік және кәсіптік мақсаттарға арналған жолдар. Жүйе элементтері: жол қабаты, жол жиелігі, тротуарлар, көлік жолы, жол белгілері мен бағдаршамдар. Жол желектерінің негізгі элементтері: жол қабаты, бұл жолдың үстіңгі жабындысы болып табылады. Жол жиегі, жолдың шекарасы. Тротуар, яғни жаяу жүргіншілерге жүретін аймақтарды айтамыз. Көлік жолы, көліктердің жүруіне арналған бөлім. Жол белгілері, қозғалыс тәртібін реттейтін құрылғылар. Жолдың барлық элементтері бір-бірімен үйлесімді жұмыс істеп, тасымалдау процесін қауіпсіз әрі тиімді етеді. Әрбір элемент өз функциясын атқарып, жалпы жол жүйесінің сапасын қамтамасыз етеді. Жолдардың дизайны: түзу жолдар, иір жолдар, аралас жолдар болып бөлінеді. Бұл түзу жолдар формалды бақтар үшін қолайлы болып келеді, ал иірелік жолдар табиғи бақтар үшін қолайлы, аралас жолдар әртүрлі стильдерде біріктіріледі. Қабатты жол жабындары: бұл асфальт-бетон жабындары жоғарғы біліктілік пен тұрақтылықты анықтайды, ұзақ қызмет ету мерзімі сақтайды, қарсылық және жоғары су өтімдеріне тиімді болып келеді. Ең ауыр жүктемелер мен көлік қозғалысына шыдамды болып келеді. Қалааралық трассалар мен көпшілік жолдар үшін өте тиімді. Бетон жол жабындары: бұл асфальтқа қарағанда біріктігі жоғары, бірақ олар қымбат әрі олардың құрылысы ұзақ уақыт алады. Ауа райының